Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы деректердің типтері. Бүгінгі сабақтан деректер түрлерін ажыратуды білетін боласың. Оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын мына суреттерге назар аударайық. Ойланып көрейік. Ақпарат ұсыну түріне қарай қалай бөлінеді? Бірінші суретке назар аударамыз. Программалау тілінің командаларымен бірінші суреттегі ақпарат түрлерінің қайсысын өңдеуге болады? Математикада сандар өсінде орналасқан сандарды қандай түрлерге жіктейді? Екінші сурет. Және айнымалы қабылдайтын мәндердің типі дегенді қалай түсінесің? Дерек дегеніміз өңделмеген әртүрлі фактілер, цифрлар. Өңдеудің нәтижесінде белгілі бір мағынаға ие болған дерек ақпаратқа жатады. Төмендегі сыныптарда ақпаратты ұсынудың мәтіндік, сандық, дыбыстық және графикалық түрлерімен танысқан болатынбыз. Программалау тілдерінің көмегімен деректерді өңдеу үшін оларды типтерге жіктейді. Сандық ақпарат сандық деректерден құрылады. Математикада сандар өсінде орналасқан сандарды натурал, бүтін, нақты және тағы басқа түрлерге жіктейді. Ал мәтіндік ақпарат символдық және жолдық деректерден құралады. Деректердің жіктелуі оларды компьютерде өңдеу кезінде маңызды рөл атқарады. Оқушылар, астыңғы жағындағы деректер типі анықтамасын жазып алайық. Тұрақты, айнымалы және өрнектер қабылдай алатын мәндерді олармен орындауға болатын амалдардың жиынтығын деректер типі деп атайды. Кез келген тұрақты, айнымалы функция немесе өрнек өзіне тән бір ғана типпен сипатталады. Деректердің типін білу осы типтегі айнымалылардың қолдану ауқымы мен оған қолданылатын амалдарды анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар деректер типі ақпаратты қалай түсіну керектігін көрсетеді. Питонда қолданылатын деректер бүтін сан, нақты сан, жолдық және логикалық типтердің біріне жатады. Бірінші кестеге назар аударамыз. Типі int, типтің атауы бүтін сандар, қабылдайтын мәндері. Float, типтің атауы нақты сандар, қабылдайтын мәндері. str, типтің атауы жолдық, қабылдайтын мәндері. Bool, логикалық, яғни қабылдайтын мәндері true, false. Айнымалылардың типі программалау барысында деректерді және олармен амалдар орындалғаннан кейінгі нәтижелерді айнымалыларда сақтайды. Айнымалылардың атауы мен типі болады. Тип айнымалының қабылдайтын мәнін осы айнымалымен жасалатын әрекетті және сақтауға қажет жадты анықтайды. Питонда қолданылып жатқан айнымалының қай типке жататынын type функциясымен анықтауға болады. Ол үшін төмендегі программа кодын жазу керек. Алдымен Python бағдарламасын ашып аламыз. Кодымызды жазу үшін файл, жаңа бет құрамыз. Осы жерге жазып бастаймыз. Кодымызды жазып болдық. Енді орындауға жібереміз. Сақтаймыз, нәтижесін көреміз. Бұл жерде біз ең әуелі айнымалысына нақты сан бердік, к айнымалысына бүтін сан бердік. Одан кейін а айнымалысының типін қарадық. Міне, нақты сан, к айнымалысының типі int, бұл бүтін сан. Одан кейін а айнымалысын қайтадан бүтін санға айналдырып, b айнымалысына салып қойдық.
к айнымалысын нақты санға айналдырып т айнымалысына салып қойдық. Кейін б айнымалысын шығардық. Бұл нақты сан болды. Б айнымалысының типі int болды, яғни бүтін сан. Одан кейін т айнымалысының мәні нақты сан болды, типі float болды, яғни нақты сан. Оқушылар, енді мына практикалық бірінші тапсырманы орындап көрейік. n секунд уақыт берілген. Берілген секундтарды сағатпен, минутпен және секундпен өрнектейтін программа құрастыру керек. Тапсырманың коды берілген. Біз Python бағдарламасында осы кодтарды жазып, нәтижесін алуымыз керек. Олай болса, бастаймыз. Міне оқушылар, біздің кодымыз дайын болды. Енді ран батырмасын басып, орындауға жібереміз. Енді біз бір сан енгізуіміз керек. Ол мына тестте берілген 16896 деген санды беріп көрейік. Enter батырмасын басып, нәтижесін алып көреміз. Мінеке оқушылар, біздің кодымыз орындалды. Тестпен сәйкестендіріп көреміз. 4 сағат 41 минут 36 секунд. Қайтадан екінші рет орындауға жібереміз. Бұл жерде біз бір енгіземіз. Оқушылар дәл осылай кодты жазып, тексеріп көріңдер. Оқушылар, енді келесі екінші практикалық тапсырманы өздерің орындап көріңдер. Ары қарай мына берілген екінші тапсырманы орындап көрейік. Ұзындығы L мм берілген. Берілген ұзындықты километр мен сантиметр және миллиметрде өрнектейтін программа жаз. Ендеше осы екінші тапсырманың кодын жазайық. Алдымен енгізіп аламыз. Одан кейін енгізген санымызды 1 миллионға бүтін бөлікке бөлеміз. Одан кейін енгізген санымызды бүтін бөлікке 1000-ға бөлеміз және қалдыққа 1000-ға бөлеміз. Келесі сантиметрді табу үшін енгізген санымызды 10-ға бөлеміз және қалдықпен тағы 100-ге бөлеміз. Одан кейін миллиметрін табамыз. Миллиметрін табу үшін енгізген санымызды қалдықпен 10-ға бөлеміз. Енді экранның бетіне шығару үшін print функциясын қолданамыз. Біздің бағдарламамыз дайын болды. Енді run батырмасын басып, нәтижені қараймыз. Бізде берілген мысалда осындай үлкен сан берілген екен. Enter батырмасын басамыз. Мінеке есебіміз шықты. 1 километр, 12 метр, 55 сантиметр, 2 миллиметр. Дәл осылай практикалық жұмысты жасап көріңдер. Ары қарай жалғастырамыз. Келесі үшінші тапсырманы орындаймыз. Екі таңбалы санның цифрларының қосындысы мен көбейтіндісін табатын программа құрастыр. Ендеше бір сан енгіземіз. Одан кейін сол енгізген санымыздың алғашқы цифрын аламыз. Келесі соңғы цифрын аламыз. Енді экранның бетіне шығарып, алынған алғашқы цифр мен алынған соңғы цифрның қосындысын шығарамыз және көбейтіндісін шығарамыз. Кодымыз дайын болды. Енді нәтижені байқап көрейік. Бізде берілген 89. Мінекей 8 бен 9-ның қосындысы 17, 8 бен 9-ның көбейтіндісі 72. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.